Орманда болған жұмбақ оқиға желісімен жыл болды. Айжан 7-ші сыныпты тәмамдап, жазғы демалысқа шыққанда анасы оны бір аптаға көрші ауылдағы ағасының үйіне жіберген еді. Сол үйден қайтып келгеннен кейін 3 күн өтпей-ақ төсек тартып жатып қалды. Мәселе физикалық саулығында емес, психологиялық жағдайында. Себебі төсек тартып жатып қалғалы бері ешкіммен сөйлеспейді, бір нүктеге қарап жата береді. Арасында өздігінен қарқылдап күлетіні бар. Мұндай кезде әкесі үйге сыймай, қызының мұндай мүшкіл халін көруге дәті шыдамай, сыртқа шығып кетеді. Анасы болса жан ұшыра қызына көмектескісі келеді, бірақ қызы тіпті анасын мүлде көрмегендей, дауысын естімегендей кейіп танытады. Айжан ауырып қалғалы бері өзге түгіл туған анасын танымайды. Айжан тіпті өз бетінше дәретханаға шықпайтын болды. Дәрігерлер одан ешқандай кінәрат таппады. Ал психологтар жындыханаға жатқызу керек екенін айтады. Алайда Айжанның ата-анасы бұл ұсыныстан үзілді-кесілді бас тартты. Содан бері анасы Айжанды дәл сәби кезіндегідей бақты. Айман қызына қарап жатып, ұзақ ойланды. Бұл белгісіз ауру қайдан шықты, қызы неліктен осындай халге жетті? Бұл сұрақтар оны көптен мазалап жүрген еді. Бірақ жауабын таба алмады. Осындай қалың ойдың үстінде ұлы бір жанның көрген түсі есіне түседі. Қорқынышты түс. Туыстарының үйіне кеткенде бір жан таңғы шай үстінде түсінде Айжанды көргенін айтты. Түсінде Айжан пештің жанында бір нүктеге қарап тұр екен. Жанына келген бір жанды байқамады да. Бір уақытта бір жан қарындасымен қалжыңдаспақ болып «Баға» деп айқайлап, Айжанды қорқытпақ болады. Сол уақытта Айжан ағасына жалт қарады. Бір жанның айтуынша, сол уақыттағы Айжанның көзқарасын сөзбен жеткізу мүмкін емес. Тіпті оған қарындасы Айжан емес, шайтанның өзі қарап тұрғандай көрінді. Бір жан есін жиғаны сол еді. Айжан бір жанды бас салып жүрегін жұлып алды да жей бастады. Құдды қорқынышты фильмдердегідей. Бір жан қансыраған денесіне қарап айқайласа да дауысы шықпайды. Осылай қиналып жатып оянып кеткенін айтады. Айман бір жанның осы бір түсін есіне алып бойын қорқыныш биледі. Қызына тағы бір көз салып, бір күрсініп алды. Айман қызын емдеу үшін бармаған жері, баспаған тауы жоқ. Түрлі тәуіп емшілердің табалдырығын тоздырды. Алайда ешқандай нәтиже болмады. Бір күні көршісінен Көкшетауға мықты емші келгенін естиді. Дәрігерлер мен емшілерден әбден көңілі қалса да Айман қызын жазу үшін барлық мүмкіндікті пайдалануға әзір еді. Емшінің науқастарды құранмен емдейтінін де ұнады. Көп ұзамай Айман күйеуімен ақылдасып емшіні үйіне шақырады. Емші әбден арып тозған. Халықтың айтуынша ол емдеген адамдардың ауруының кішкене бөлігін өзіне қабылдап алады екен. Содан болар емшінің жүзі сұрғылт тартқан, өне бойы солып қалғандай. Емші Айжан жатқан бөлмеге қолына Құран алып кіріп кетті. Сүрелерін оқып, бетіне суды бұрқ еткізді. Емші Айжанды ұзақ емдеді. Таң ата келген емші кешкісін бірақ шықты. Әбден шаршаған, үстінің барлығы терден малмандай су. Емші сылқ етіп орындыққа отырды да, есін жиып алғысы келгендей біраз уақыт үнсіз отырды. Біраздан кейін, қыздарыңыздың дерті ауыр екен. Ауруды судан тапқан деді емші. Ғажайып. Айман мен күйеуі емшінің сөздерінен кейін ұзақ ойланды. Неліктен судан? Қандай судан? Деген сауалдар бірінің артынан бірі маза бермеді. Ойға шомып отырғанда Айжанның анашым дегене дауысын естіді. Айман мен Рахымжан қызының бөлмесіне жүгіріп барып, оны құшағына қысты. Екеуі де көзіне жас алды. Себебі Айжанның дауысын естімегеніне бір жылдай уақыт болған. Айжан жазылды. Мектепке барды. Өзінен бір сынып төмен оқығандармен бірге оқуына тура келді. Күндер өтіп жатты. Айжанның ауырғаны да, емші де ештеңе есінде қалмаған. Үйдегілер де оны еске салуына қорықты. Бірақ құрдастары оның бастан өткерген жағдайын айтып, Айжанды сұрақтың астына алды. Бірақ Айжанның оларға айтатын жауабы жоқ еді. Бір күні Айжан анасынан барлық жағдайды сұрады. Сондағы емшінің ауруы судан болды деген сөзін ұзақ уақыт ұмыта алмады.